қазақтың тамақтану мәдениеті, киім кию мәдениетін шын айтқанда 20 жылдан артық зерттеп жүрмін. Қазіргі көптеген жаңағы пропагандаларға сене бермеңіз деп айту керек. Су іше берген адамда кіші дәрет көп кетеді ғой. Иә, Ол кіші дәрет кеткеннен кейін денедегі витаминді шайып кетеді біріншіден. Екіншіден қуықтың басындағы майды азайтады ол. Үшіншіден бүйрекке нагрузка, салмақ түсіреді. Ұлтқа қарсы қастандық немесе жүріп жатыр деп айтуға келе ма? 500 миллионға таяу адам қантты несеп ауруымен есепте тұр. Егінің бірінде кредит басында, уайым, қайғы, сонымен не керек қазір өзі 30-40-қа келмей, не тіс жоқ, не күш жоқ, қиналып жүрген адамдар көп. Қазір Қазақстанда өзіңіз білесіз, дәрігерлер барсаңыз, ойбай тұзға жолама, тұз ішпе дейді ғой. Кім шектеп отыр енді тұз бар үйімізде, мысалы, неге оны салып сол шайға ішпейміз? Оны үкімет бізге кедергі жасап отқан жоқ қой. Негізі шектеу керек. Ол да содан есірткіден кем емес болып тұр ма? Кем емес болып тұр ғой енді. Біздің әрбір салт дәстүріміз, әрбір ырым тиымдарымыздың барлығы медицина. Біз бастайық. Бұл қасқа жол және оның тізгіншісімен Жамбыл Зейнолла. Біз мынау қазақ ұлтын құртып жатыр, қасақана деген сияқты, жалпы қазақтың денсаулығы болмай жүр, семіздік жайлап барады деген сияқты мәселелерді көп айтамыз, бірақ оның себебіне үңіліп көрмеппіз. Осы күнге шейін сол себепті осы олқылықтың орнын толтыру үшін біз бүгін студиямызға мәдениеттанушы Бейсен Ахметұлы ағамызды шақырып отырмыз. Аға, қош келдіңіз дейміз. Рахмет сізге. Енді мен тақырыпты айтып өттім, және неге сіз, өйткені сіз осы денсаулыққа қатысты көп айтасыз, тамақтануға қатысты көп айтасыз. Мен енді тамақтану мәдениеті, қазақтың тамақтану мәдениеті, киім кию мәдениетін шын айтқанда 20 жылдан артық зерттеп жүрмін. Ол енді әр қандай ішкен тамақ, мысалы сен тамақ ішкен кезде қарынды тойытып, ұйықтау үшін ішесің ба? Жоқ, өзіңе қажетті энергияларды алып, сосын ары қарай дұрыс өмір сүру ішесің ба? Осы жағын айқындап алу керек қой. Сосын қандай тамақтар қай кезде ішу керек, қай кезде ішпеу керек. Бұрынғы қазақтар тамақты қалай ішті және не үшін? Қазіргі қазақтар қалай ішеді? Қазіргі қазақтар қалай ішіп жатыр? Не ішіп жатыр, не жеп жатыр? Не үшін семіріп кетіп жатыр? Не үшін кешке ұйықтай береді? Не үшін қазір мысалы 500 миллионға таяу адам қантты несеп ауруымен есепте тұр. Балалардың өзі 40-50 мыңға жетіп кеткен есепте тұрған балалардың өзі. Ресми мәлімет бойынша денсаулық сақтау министрлігінің. Ол не үшін? Осының бәрі бізді ойландырады. Біз сосын ойланамыз. Бұрын қазақтар осылай тамақ ішіп жеді, көп ауырмаушы еді. Мен өзім енді Қытайда туылған қазақпын ғой, мысалы. Монғолияға да барып көрдік, Қытайдың қазақтарында көрдік. Ол жерге барсақ, мысалы щитовидка, цистит, простатит, мынау қантты диабет деген сияқты аурулар жоқтың қасы. Енді Қазақстанда бұл өте көбейіп кеткен. Қазір оның үстінде соңғы кезде өзі мына жүрек ауруымен өліп жатқан, қайтыс болып жатқан адамдар да көп, қаншама жолдастарымыз кетіп қалды ғой енді, ашығын айту керек. Сондықтан сіздің көтеріп отырған тақырыбыңыз, оны былай анықтап алайықшы, бағыт бағдарымызды. Жалпы енді біз қандай едік, қазір қандаймыз деген сияқты, осы неге және оған не себеп болды деген осы негізгі сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Шынында да семіздік бар, балалар дұрыс тамақтанбайды, балалардан бұрын өзіміз де қазір мысалы ауылдан кеткелі осыған ұрындық деп айтсақ болады. Жалпы біз кеудемізді ұрамыз ғой көбіне. Мына қазақ, біз ата-бабаларымыз мықты болған, батыр болған, денсаулығы, сонау 80-дегі аталарымыздың өзі балалы болып жатқан жағдайлар болды ғой, мысалы. Бала туғызып біздің бір атамыздың аты Сексенбай. Асубай деген атамыз 78-інде кемпір қайтыс болып, 79-ында бір ұранқай қызбен үйленіп, 30-дан асқан. Мысалы, солар жаңағы Сексенбай деген атамыз туылған, мысалы. Өйткені енді біз сондайларды көрдік. Себеп. Енді қараңыз. Біз сондай кигіз үйде өстім менде. Біз ешқашан тұз салмаған шай ішіп көргеніміз жоқ. Ешқашан табанымызға кигіз немесе тер ұлтарақ салмаған киім киіп көргеніміз жоқ. Енді қазір қарасаң, резинка аяқты киіп алады, ішінде табаны жоқ, ұлтарақ жоқ мысалы да. Сосын қазір тенденция. Ойбай, күнде 2 литр, 3 литр су ішу керек деген. Өлі суды ішеді, минерал жоқ. Су деген денедегі, адам денесіндегі, өлі су бараттағы адам денесіндегі минералды өздерін ұстайды да, ағызып жібереді. Сөйтіп денеде әлсіздік пайда болады, табаннан суық өтеді. Әлсіздік пайда болғаннан адамда жалқаулық пайда болады. Адам жата бергеннен кейін қан қоюланады.
сөйтіп ауру көбейе бастады. Оның үстінде қазір білесіз, екінің бірінде кредит басында, уайым, қайғы, сонымен не керек қазір өзі 30-40-қа келмей, не тіс жоқ, не күш жоқ, қиналып жүрген адамдар көп. Енді мойындайсың ғой. Ол бар, күнделікті көріп жүргеніміз енді, өкінішке орай. Сондықтан біз бұрын қазақтар қалай тамақтанды, қалай киінді, қалай тамақтану мәдениеті мен киім кию мәдениетін дұрыстамай бұдан алыстау оңай нәрсе емес. Сондықтан қазақтың жаңағы бұрынғы медицинасы бәлем мың жылдан келе жатқан, 4-5 мың жылдан келе жатқан өзінің отырған орны, климатына байланысты олардың тамақтану мәдениеті болады. Сосын ауырып қалса емдеу, қалыптасқан емдеу тәсілдері болады. Сол жердегі шөп, мысалы. Бәрі әсер етеді. Мысалы, Түркістанда қазақ пен осы Сарыарқада қазақтың шайы екі түрлі. Мысалы, Түркістанда қатты күн ысып кеткен кезде көк шай ішеді. Сіз мына жерде суық күні көк шай ішіңізші. Кіші дәретіңіз көбейіп, суығыңыз одан арасып, ауырып қаласыз тіптен. Сондықтан қазақ мысалы тамақ ішкен кезде тамақты да дәрілерді бәрін суығырайлы, ыстығырайлы деп бөледі. Ыстықтан ауырып қалса суығырайлы дәрілермен, суығырайлы тамақтармен емделеді мысалы. Суықтан ауырып қалса ыстығырайлы дәрілермен, ыстығырайлы тамақтармен емделеді деген сияқты. Оның бәрінің жөні бар. Қарапайым нәрсе. Мен өзіңіз айтып отырмын ғой, бір тұздың өзі бізді айтатын болса өте үлкен әңгіме. Сондықтан бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе біздің бұрынғы қазақи медицинамызды қайтару керек. Кәдімгі енді оны ашық айту керек. Мысалы біздің қазақта медицина болған ба? Бірінші осыдан болған болмаса енді қараңыз. Мысалы біз енді біле қоймаймыз ғой. Бізге оны енді айтпайды, және де бізге бір халықты, жалпы қазақтарды да бір мүсәпір қылып көрсетеді ғой. Мысалы, соны бір нетеміз, жармай жүрген қазақ біздің ойымызда сондай картина. Қазақта медицина болмаса, мысалы Үрімжіде кезінде Шинжаң медицина университетінде қазақ медицина факультеті болды. Алтайда қазақ медицина колледждері болды. Кейін онда Қытай деген сөзді алып тастаған шығар. Ол жерде мысалы біздің ана Қайрат Айдархан деген ағамыз бар осы жерде. Өздерінің жеке емханалары бар. Қаншама шеттен бар. Қазақстанның өзінен де керемет медицина ғалымдары өздері орталықтарын ашып жатыр ғой енді. Сонда сол Қайрат ағамыздың 12 томдық жинаған медициналық антологиясы бар. Қазақ медицинасы деген. Бұл шетелдерде зерттеліп жатыр. Түркияда шығып жатыр мысалы. Сосын қаншама оқулықтар бар. Кезінде біраз ағаларымыз осы денсаулық сақтау министрлігіне шығып, біз бір шығыс медицинасы, немесе қазақ медицинасы факультетін, немесе бір орталығын ашыңыздар. Оқулық бар, үйрететін адам бар. Біздің өзіміздің өскен ортамызға, климатымызға байланысты емдеу тәсілдері бар. Қалыптасқан тарихи. Соны пайдаланайық дегендер болды, бірақ неге екенін білмеймін, ары қарай жүрген жоқ. Оны біз дәстүрлі медицина дейміз ғой, солай ма? Дәстүрлі болғанда қазақ медицинасы ғой енді. Ол дәстүрлі деп айтуға келмейді. Дәстүрлі деуге де келеді. Бір жағынан ол да ғылымилығы да бар нәрсе. Өйткені бәрі дәлелденген, тарихи дәлелденіп өткен нәрсе. Көзбен көріп. Енді және енді неге сонымен біз қазір мысалы жалпы мойындайсыз ғой, дәл қазіргі уақытта қазақ өзінің денсаулығына немқұрайлы қарай ма? Қазір сіздің алдыңызға көп тамақ әкеліп қоятын болса, соның бәрін опырып жей бересіз. Өтірік емес қой. Мысалы, торт тұр, ет тұр, қауын тұр, қарбыз тұр. Егер сіз қойдың етінен кейін қауын жесеңіз, мына қойдың еті ыстықтық қасиетке ие, қауында ыстықтық қасиетке ие, асқазаныңыз көтермей қалуы мүмкін, ауыруыңыз мүмкін. Ол қалай сонда ыстықтық қасиет дегеніміз, яғни немене ол? Ол ананың өзінің қасиеті, температура дейміз, ол қасиеті. Қуаттық қасиеті. Былайша айтқанда құнары. Яғни көтеріп жібере ма адамның энергиясын? Энергиясын қатты көтеріп жібереді ғой. Сосын энергияға адам тамағын қорыту үшін энергия керек қой. Егер сіз мына қойдың етінен кейін қарбыз жесеңіз, қарбыз суықтық қасиетке ие. Ананың ыстығын қайтарады да екеуі реттеледі. Мысалы, мен айтайын деп отқаным, жаңа ыстығырайлы, суығырайлы деп бөлетін себеп сол. Қалай бөлеміз? Мысалы, қарапайым халық қалай бөледі? Жаңа қауынды мысалы сіз ыстығырайлы деп отырсыз, қарбызды суығырайлы деп отырсыз мысалы. Екеуі бірақ бір ғой біз үшін, қауыны не, қарбызы не? Екеуі бір болғанмен оның ішкі қасиеттері ұқсамайды. Біріншіден, оны адам өмірі үйретеді оны.
адам өмір үйретеді. Сен өз тамақ жеген кезде ойлануың керек қой. Мен мынаны жесем қалай болады, мынаны жесем қалай болады деген сияқты нәрсе. Ойланбай тұрмыз ғой өкінішке орай. Сол сосын қазір мысалы бұл дұрыс тамақтану деген бір көп нәрселер шыға береді. Орысша шығады, ағылшынша шығады. Көп адамдар соған еріп кетеді. Правильный питание айтасыз ба? Орысша айтқанда. Иә, сондай болып тұр ғой енді. Дұрыс. Сондықтан мысалы біреулер айтады, күнде 2 литр ішу керек, 3 литр су ішу керек, денсаулық керемет болады дейді. Өткенде Нұрғажы деген ініміздің видеосын көрдім. Америкаға барған. Америкада 1 айда жүріп келдім дейді, ол жігіт айтады өзі. Түркістанда кездескенде. Сонда бір жерге қатылым шөлді жерге бардық, шөлдеп кеттік, соны су ішейік деп едік, магазиннің иесі айтты дейді. Ой, су шөл қандырмайды ғой, электролит ішіңдер деп айтты дейді. Электролит не екен десек, тұзды су дейді. Мысалы. Тұзды су ішіп, шөлімізді қандырдық дейді. Не қараңыз. Сосын ана Шыңғысханның моңғолдар түсірген киносын қарап отырсаңыз, сол жерде де бар. Шыңғысханға ханзулар кәдімгі тұзсыз шай әкеліп береді, сол кезде айтады, егер біздің сарбаздар осындай тамақ ішетін болса, біздің әскерімізде күш болмай, жеңіліп қалатын боламыз дейді. Тұзсыз болса, иә? Тұзсыз болса, тұз салмаса. Мен ойлайтынмын сосын. Бұл қазір Қазақстанда өзіңіз білесіз, дәрігерлер барсаңыз, ойбай тұзға жолама, тұз ішпе дейді ғой. Жарайды, мен оған келсейін. Бірақ тұзға көп пайдаланып қойсаң, әрине нормадан асқан кез келген нәрсенің өзі зиян ғой. Бірақ пайдаланбай қойсаң, ол тіптен зиян. Осы жағын да қарастыру керек ол. Мысалы, көп адамдарда энергия жоқ, күш жоқ. Өйткені денеде витамин жоқ. Бүкіл витамин денедегі су құрамын ұстап тұратын нәрсе не? Тұз қышқылы. Мысалы, сіз емханаға барып, жаңағы система қойдырсаңыз, физраствор деп қояды, жаңағы натрий хлорид. Натрий хлорид деген тұз қышқылы. Сен мысалы үйге қонақ шақырып, ет асып әкелесіз, үстіне не құясыз? Тұздық. Тұздық құясыз. Тұздық құймасаңыз, ол қарныңызды толтырады, ары қарай дәретханаға кетеді. Тұздық құйсаңыз, ол денеде қалады ана витамин. Оның бәрі бекер емес. Біз өзіміз кішкене кезімізде мал шаруашылығында өстік. Сол тұзды апарып беретін. Малға тұз бермесең, қыстан дұрыс шықпайды деп айтатын. Енді біздер енді тұзсыз шай ішпеген қазақпыз ғой енді. Сосын онда осы жаққа келгеннен кейін көрсек, бір бөлім қазақтар жаңа шайға тұз салмайды. Сосын әртүрлі себептер айтады. Сосын біз ойлана бастадық, бұл тұзды не үшін ішпейді деген мәселе. Не үшін ішпейді, айтыңызшы. Кім шектеп отыр? Енді тұз бар үйімізде, мысалы, неге оны салып сол шайға ішпейміз? Оны үкімет бізге кедергі жасап отқан жоқ қой, тұзбен ішпейміз. Кедергі жасап отқан жоқ, бірақ қолымызды байлаған жоқ ешкім. Мына цивилизацияның ақпараттық шабуылынан адамдар өзінің өмір сүру салтынан жаңыла бастаған. Ол өтірік емес. Ол бар. Әйтпесе, оның бір жағынан тағы бір есептен қарағанда, қазір дәрігерлерге барсаң, көп жағдайында тұзды шектейтін де өтірік емес. Бірақ әрине, олар егер асып кетсе, болмайды. Шектейтін жері бар, шектемейтін жері бар. Сондықтан оған жаңағы тұтынатын адам өзі оны түсіну керек қой. Мысалы, жаңағы өзіңіз жаңа айтып отырсыз ғой, мысалы, Қытайда түрмелерде не үшін тәртіп бұзған қылмыскерлерді жазалау үшін тұзсыз тамақ береді деп. Тұзсыз тамақ берсе, ана денедегі витамин азайғаннан кейін адам әлсіреп қалады ғой, қарапайым нәрсе. Жарамай қалады ары қарай соғысқа. Жаңа Шыңғысханның айтып отқан әңгімесі де сол, Шыңғысханның әскерлерінің қалтасында тұз жүреді деген себебі де сол мысалы. Сондықтан бұл қазақтың дәм тұзың таусылмасын деген нәрсеге қатты көңіл бөлу керек. Дәм таусылса өлімді білдіреді. Тұз таусылса күш қуаттың кеткенін білдіреді. Өйткені денедегі су құрамын ұстап тұратын, көптеген минералдарды, витаминдерді ұстап тұратын тұз қышқыл екенін мойындау керек. Егер сен өзіңіз су мен тұздың балансы дұрыс болмаса денеде, онда адам тез қартаяды. Сосын жаңағы витаминдер азайғаннан кейін, дене әлсірегеннен кейін адамда тамаққа тәбет болмайды, энергия болмайды. Энергия болмағаннан кейін қысым көтеріліп кету, түсіп кету, ұстай алмай тұр ғой. Жүрек қағып қалуы деген сияқты әңгімелердің бәрі көбейе бастайды. Сондықтан адам дұрыс тамақтану мәдениетін қалыптастыру керек. Сондықтан біз айтамыз, қазақша тамақтану мәдениетін қалыптастырыңыз. Қазақша киім кию мәдениеті. Бізде бұрыннан бар ғой. Соған қарай бейімделіңіз. Қазіргі көп деген жаңағы пропагандаларға сене бермеңіз деп айту керек. Енді айта берсек әңгіме көп қой, мысалы. Магазиндердегі қазір ішпек жемектер қаншалықты дәрежеде болды. Сонымен бірге қазір бір таксиге отыра қалсаң да қасында горилла тұрады.
ол энергетикалық сусын. Энергетикалық сусын ішкеннен кейін жүректің соғысын тездетеді, қан айналысын тездетеді де жүрек бұлшық етін жансыздандырып жібереді ұзақ уақыт байланса. Сосын асқазанда жаңағы түрлі зат алмасу процесін бұзады, тәртібін. Себебі қазір көптеген тәттілер, көптеген сусындарға синтетикалық тәттілер қосылады. Синтетикалық есірткі дегенді білесіздер ғой, ол шектеді. Соған сайын синтетикалық тәттілерді негізі шектеу керек. Ол да содан есірткіден кем емес болып тұр ма? Кем емес болып тұр ғой енді. Ол да тәуелділікті тудырады ғой. Мен айтып отырмын ғой, ресми мәлімет бойынша 40 мыңның үстінде бала қантты диабет ауруымен есепте тұр дейді. Масқара емес пе? Ол қайдан пайда болды? Жақсы Бейсен аға, ол мысалы оны үкімет білмей отырған жоқ, біледі. Мысалы. Өздері ресми мәлімет жариялап отыр. Иә, соны айтамын. Статистика бар олардың қолдарында. Бар. Неге онда олар бір шара қолданбайды? Неге сіздер мына жақтан шаралдап жүрсіздер, мысалы? Неге ол сіздерге ғана керек па деген сияқты дүние ғой. Бұл енді ұлттық мәселе ғой. Ұлттық мәселе біздің ұрпағымыздың болашағы ғой. Сол ғой. Менің ұрпағымның, сенің ұрпағың, сол жағы министрлікте отырған министрдің ұрпағының да тағдырына қатысты мәселе. Сондықтан бұл жерде қалмау керек. Мен де бүгін осының бәрін естіп отыратын болса, осыған байланысты шара қолдану керек қой. Жарайды, ана синтетикалық тәттілерді, синтетикалық сусындарды шектеу, немесе мектептерде соған байланысты үгіт тәрбие қимылдарын алып бару, осыны қолға алу керек. Сосын тағы бір мәселе бар, мысалы. Балалар қазір түнге шекім оқиды, түн ортасына шекім тамағын ішіп, сабағын оқиды, уағында жатпайды. Бұл да үлкен жасалып отқан үлкен зиян, балалардың денсаулығына жасап отқан қастандық деп айтуға болады. Өйткені адам организмі өзінің уақытымен ұйықтайды, өз уақытымен тұрады. Солай ғой, иә, солай. 9-10-ға шейін жатып болу керек қой. Күннің батуымен адам жатып, таңертең ерте тұру керек. Оны енді естіп жүрміз ғой, оны былай да айтады, көп айтылатын нәрсе. Ал енді соның несін түсіндіріп беріңізші, яғни қандай зиян әкеледі, ол неге ерте жату керек бала? Мысалы, адам денесінде жаңағы инсулин деген болады, бөлініп шығады, ұйқы безінен, және басқа да бездерден бөлініп шығады да, ол адам денесіндегі тамақты, глюкозаны тасып жеткізеді. Клеткаларға жеткізеді. Кешкі жақын клеткалар ұйықтайтын кезде айтады, біз ұйықтаймыз дейді, қабылдамай қойылады. Соның глюкоза көбейгеннен қайда болады? Ол майға айланып, оны сақтайды. Содан семіздік пайда болады, мысалы. Ол тағы бар. Сосын жаңағы денедегі витаминдер жетіспегеннің әлсіздік тағы бар. Сосын балалардың көбі таңертең тамақ ішпейтін жағдай өте көп. Иә. Ол да әсер етеді. Ол тамақ ішпегеннен кейін асқазанда тамақ болмағанда, өт тамған кезде асқазанда тамақ болмаса, май болмаса, өт қышқыл нәрсе ғой, сол жерде ойып кетуі мүмкін. Язба пайда болады, жара пайда болады деген сияқты. Мұндай себептер өте көп. Бұның бәрі балалардың денсаулығына әсер етеді. Жаңағы оның үстіне сабақтың жүктемесі бар. Соның бәрі қосылғаннан кейін не пайда болады? Адам ішінде стресс пайда болады. Стресс пайда болғаннан кейін кейбір гормондар дұрыс гормон бөлмей қалуы мүмкін. Осыдан жаңағы қант несеп ауруы, әлсіздік, тіпті одан да басқа аурулар пайда болады. Сондықтан тамақтану мәдениетін, ұйықтау мәдениетін, киім кию мәдениетін дұрыстамай болмайды. Қазір өзіңіз білесіз, көшеде бір кетіп бара жатқан адамдар 10 адам тоқтатып, соның аяғы киімін шешіп шығарсаңыз, көп болса біреу, екі адам ұлтарақ салады. Кегіз ұлтарақ немесе тер ұлтарақ, қалғанның бәрі сатып алған күйше резинкамен жүре береді. Ол адам энергияны тек тамақтан ғана алмайды ғой. Жердің өсінен де энергия алады. Өйткені сіз бұл әлемде жасап отқан адам ғана емес қой, басқа жаратылыстар да бар. Басқа энергетикалық жүйелер алмасып жүріп жатыр. Одан да сен энергия алу керек. Қазақтың төрт құбылаң тең болсын дегенде, ол төрт құбылаң деген сөз сенің батысың, шығысың, оңтүстігің, солтүстігің бірдей болсын деген емес. Жан жақтан алатын энергияң болсын деген сөз ғой. Сіз жерден ал, судан ал деген сияқты, тамақтан энергия ал, жан жақтан. Жылудан энергия аласың. Ауадан энергия ал. Сондай ғой. Сондықтан ол, мысалы, сіз резина сабасыз. Резина ол жердің энергиясын өткізбеу мүмкін ғой. Сондықтан бұл тамақтану мәдениеті деген
жаңағы киім кию мәдениеті деген ол басқа нәрсе. Оны зерттеу керек. Және оны кәдімгі балаларға оқыту керек, үйрету керек адамдар. Қазір біреудің үйіне барсаңыз айтады, балам таңертең ұйықтап алсын деп аяйды. Баланы негізі таңертең ерте тұрғызу керек. Ерте тұрған бала ерте жатады, біріншіден. Екіншіден, таңертең ерте тұрып қимылдағаннан кейін ода энергия пайда болады. Таңертеңгі күннің энергиясы мен кешкі жақын батып бара жатқан күннің энергиясы екеуі басқа. Мысалы, біз енді ол жағын айтатын болсақ, ол өте үлкен әңгіме, оны кейінге қалдыратын шығармыз. Осының бәрі енді бізде болған деп отырмыз ғой. Жаңа киім кию мәдениеті, тамақтану мәдениеті, иә? Біздің ата-бабаларымыз ұстанған. Бірақ енді оның бәрі қайда кетті қазір? Енді кезінде білесіз, мысалы, ашаршыл жылдары, 31-32 жылдары қазақ аямай қырды ғой. Иә. Өтірік емес. Әріп білетін, жазу білетін адамдарды да қырды. Сондай тәсілдермен шындығын айтқанда тек қана адамды қырумен ғана емес, бізде культурный геноцид, мәдени геноцид жасайды деп айтуға әбден болады. Соны түсінетін жер кез келді, және оны зерттейтін кез келді ғой бізге. Оны зерттеп атқан адамдар бар ма? Бірен саран? Енді зерттеп атқан арнайы бір ұйымдарды көргем жоқ. Бар болғаны сол біз сияқты әрбір жердегі бір осындай белсенді адамдар өзінің бұрынғы көне тарихи мәдениеті неге солай дегенді зерттеп жүргендер біздер бармыз мысалы. Біздің күшіміз қаншаға жетеді? Жоқ, оның өзі өйткені азаматтық негізде ғой, оған ешкім мемлекет мысалы жәрдемдесіп жатқан жоқ, солай емес пе, қолдау көрсетіп жатқан жоқ. Кейде мен айтамын, шындығын айтқанда, мәдени геноцидтің зардабын жою үшін кәдімгі мемлекет комиссия құрып шара қолдану керек. Зерттеу керек, шын ба өтірік пе? Енді біздің тамақтану мәдениетіміз өзгерсе, киім кию мәдениетіміз өзгерсе. Мысалы, сіз Моңғолияның қазақтарын көрсеңіз, кәдімгі тон, тері шалбар, аяқтарына үлкен сапты метіктер киіп жүреді. Бізге қараңыз, Қытайдың резинкасын киіп аламыз, олай шақпылаймыз, былай шақпылаймыз, және өзіңіз айтпақшы, кеудені ашып жүреміз, бүйтеміз, сөйтеміз деген сияқты. Енді жарайды, біреудің жекесіне араласуға болмайды ғой. Бірақ мемлекеттік дәрежеде осындай болса дұрыс екен деген, дұрыс тамақтану, дұрыс киіну туралы. Жаңағы бұрын осылай киініпті, себебі мындай болыпты. Сондықтан балаларға жаңағы қазақ мәдениетін дұрыс қырынан түсіндірек деген болса тіптен жақсы еді ғой. Ертең біреу болмаса біреудің құлағына сіңеді деген сөз. Бұл енді денсаулық сақтау министрлігі бар, бұл білім беру министрлігі бар. Енді солардың негізі жұмысы ғой, солай емес пе? Денсаулық сақтау министрлігі міндетті түрде қазақ медицинасы факультетін ашу керек. Мысалы, Қытай қазақ медицинасын мойындайды, Қазақстан неге мойындамайды? Мысалы, біздің дәрігер жігіттермен барып әңгімелесеміз, сонда айтады, Қытай медицинасы 4 тұғырлы, Тибет, ұйғыр медицинасы 5 тұғырлы, қазақ медицинасы 6 тұғырлы дейді. Түсіндіреді, олардың да уәжі бар, мысалы. Оларды да тыңдау керек. Енді шын айтқанда жарайды, культурный геноцидтің зардабын жою туралы деп мен тіпті көпейтіп айтпаған ақ болайын. Енді қазақ медицинасы факультетін ашуға, немесе бір орталығын ашуға не кедергі? Осы ғой енді айланып келгенде. Қызық шында да. Бұл енді бір бізде сол дәлел жоқ нәрсеге бір күмәнмен қарайтын сияқты болып көрінеді ғой. Сол кезде мүмкін солай қабылдайтын да шығар. Енді қазақтың медицинасы бір дәлелсіз, зерттеусіз, ешкім енді қазақтар отырып сол проверкамен, микроскоппен отырып зерттеу жүргізбеген ғой енді. Біз оған сенбейтіндей. Сіз сенбейсіз. Жарайды, 5 ғасыр бұрын шыққан марқұм атамыз Өтейбайдағы Тілеуқабылұлының Шипагерлік баян деген кітабында кәдімгі шешек ауруына қалай екпе егу туралы сонда жазылған мысалы. Жеті атаға деген қыз алыспау туралы жазылған мысалы. Сонда өткенде енді Өзбекстанда шу болды ғой, жаңағы мутант адамдар көбейіп кетті деген халықта. Бізде ондай мен ойласам жоқ, өйткені біз генетикалық тазамыз деп жүрміз ғой енді. Сол сияқты мысалы қазір қарапайым аурулар, мысалы жел тиіп қалады, суық тиіп қалады, сосын ілме болып қалады. Ілме, шетпе, құяң ұстап қапты деп айтады адамдарда. Оны қарапайым ауылда бізде кәдімгі малшының әйелдері ақ, апаларымыз ақ соны емдеп алады. Жаңағы құйрық майын жағып, шетпесін үзеді, ілмесін үзеді. Мысалы, ілме деген енді бір қарасаңыз
мына адамның денесінде бұлшық еттерінің өзінің ішінде тарамыстар болады ғой былай. Соқ тиіп тітіркенген кезде ана тарамыстар қысылып тартылмай ма? Сол кезде жүрекке дұрыс қан бармай қалады да, содан өліп кететін жағдай болады. Оны мен ойласам, осы қазіргі медицинада жасырын жүрек деп айтады осы. Былайша айтқанда, кей жағдайда енді бұған қалай диагноз қоятын білмеймін, жүректен кетіп қапты деп жатады. Шын мәнінде ол жаңағы қан жетпей қалғаннан ілмеден кетіп қалған жағдай көп болады. Мысалы бесік кәдімгі балдар тербетіп тұрған кезде бесікте ана ішіндегі лимфа сұйықтықтары бар, қан айналысы бар, сол бәрі қозғалып аутизмнің алдын алады. Сосын бас ми қозғалғаннан кейін былайша айтқанда бас бірдеңеге соғылса, орысша айтқанда сотрясение алса, тез қалпына келетін болады деген сияқты. Оның өзіндік мүмкіндіктері көп. Мысалы, ана Ауғанстанды көр, Пакистанды көр, Тибеттерді көр, бәрі шайға тұсап ішеді. Не үшін? Ауғанстанда халық қазір 45 миллионға таяп кетті, күнде соғыс болып жатқан. Анын қара. Иә, мысалы, соның бәрін кәдімгідей жүйелеп, зерттеп, қарап, соған көз жүгіртіп, біз қалай кетіп бара жатырмыз, бұрын қалай едік, бұрын қалай тамақтандық, қазір қалай тамақтандық мысалы. Не үшін жаңағы тамақты суығырайлы, ыстығырайлы деп бөледі. Оның бәрі жаңағы денсаулық үшін. Қазіргі қазақтың мынау картинасын салып беріңізші. Қазіргі қазақ қандай? Қазір қазақ дегенде мысалы бір нәрсе айтайын. Қазір мысалы күйеу балаға төстік бер десе, ел айтады, салт қой, төстік бер дейді. Оның себебіне үңілмейді. Не үшін төстік береді? Мысалы өзіңіз білесіз, ер төстік деген ертегін оқыдық. Жаңағы 6 баласы кетіп қалғанда кемпір мен шал шаңырақта ілулі тұрған төстікті көреді, төстікті асып жеп, содан кемпір жүкті болыпты дейді. Өйткені төстіктің майы, сорпасы қойдың жаңағы. Бүйректі қуаттандырып балалы болуға әсер етіп тұрған жоқ па? Ана төстікті бергенде анау күйеу бала ұрпақты болсын деп беріп жатыр ғой. Не мысалы, үлкен кісілерге бас береді, о да бекер емес мысалы. Басын асып береді. Сондықтан біздің әрбір салт дәстүріміз, әрбір ырым тиымдарымыздың барлығы медицина. Соған көңіл бөлу керек. Оның барлығының себебі бар. Дәлелденген және ол. Бәле мың жылдан келе жатқан біздің тәжірибеміз. Біз соны өзімізге сақтап, оны пайдалануымыз керек. Ойбай анау көненің қалдығы, анау мынау деген сөз, ол дұрыс емес. Біз цивилизацияның жаңағы желіне ығып бара жатқан адамдар болмауымыз керек қой. Сол цивилизацияға қарсы тұра алатын, кәдімгі бұрыннан қалыптасқан иммунитетімізді сақтаған қазақ болуымыз керек еді. Бұрынғы ата-бабаларымыз батыр болды дейік. Ол қалай батыр болды? Денсаулығы болғасын батыр болды. Денсаулығы болмаса қалай батыр болады? Дұрыс. Онда сұрақты басқаша қояйын. Мен жаңа картинасы деп отырмын ғой. Қазіргі онда қазақтың отбасы, қарапайым отбасы қалай әрекет ету керек мысалы. Қазір енді цивилизация деп отырмыз, жарайды, мемлекет органдарға бұл мәселе керек емес екен, Бірақ бізде мәдениетімізден ажырап қалдық, біздің де білетініміз шамалы. Бірақ енді бала өсіріп отырмыз мысалы, не істеуіміз керек, қалай тамақтануымыз керек, оны білетін адамдарда некен сая өзіңіз сияқты бір екеу-үшеу бар шығар бүкіл Қазақстанда мысалы. Ол жерде енді мен барлық адам мәдениеттен ажырап қалды деп айта алмаймыз. Көп топырақ шашуға болмайды. Бірақ енді қазіргі адамдар ойлану керек. Іздену керек. Біз бұрын қазақтар осылай өмір сүріпті. Біз балаларымызды мысалы ерте тұрғызып, таңғы асты уағында ішкізіп, және оны айтып, таңғы асты уағында ішкен адамда ауру, осындай аурулар болмайды деп айту керек. Мысалы, таңғы ас тәңірден деп айтады қазақтар. Таңғы ас тастама деп айтады. Не үшін? Таңертең асқа бағана айттым ғой. Кәдімгі май салып дұрыстап ішетін болса, өт уағында тамақ, язба болмайды, жара болмайды. Өтте бауырда тас, бүйректе тас болмайды. Мысалы, не үшін құйрық майды пайдаланды? Не үшін шайға тұз сап ішті бұрынғы қазақтар? Осының бәрін ойлану керек қой. Қазіргі заманға емес, бұрынғы тәжірибені пайдалану керек. Сосын ақпараттардың шын өтірігін ажыратып алуға тырысу керек. Енді біз мысалы, мен сізге қарапайым мысал келтірейін, біз ақпаратты сол өтірік шынын мына жерде ажырата алмай жатқан сияқтымыз. Сол әрқайсымыз қазір жазда әсіресе бір бөтелке, 1 литрлік бөтелкені ұстап жүреміз. Жігіті қызы да мысалы суға толы 1-2 лимон жүреді ішінде міндетті түрде мысалы.
Енді оны біреу айтады жаңағы маркетинг, біреу оны бөтелке шығарушы зауыттардың айтып жүргені дейді, иә, көп бөтелке өтсін деген мағынада енді. Көрдіңіз ба? Сіз айтасыз мына жерде солай суды литрлеп іше бергеннен де пайда жоқ дейсіз мысалы. Жарайды. Бірақ біз оны істеп жүрміз, екінің бірі қолында бөтелке. Мен сізге айтайын. Егер бірі ромка ішсеңіз болатын шығар. Егер сіз фильтрден өткен ешқандай минерал жоқ суды іше берсеңіз, сіз сондай адамды көріңіз, бір жылдан қалмай денсаулық құрып кетеді. Өйткені су ішесіз, ол денедегі су іше берген адамда кіші дәрет көп кетеді ғой. Иә. Ол кіші дәрет кеткеннен кейін денедегі витаминді шайып кетеді біріншіден. Екіншіден қуықтың басындағы майды азайтады ол. Үшіншіден бүйрекке нагрузка, салмақ түсіреді. Өйткені су тікелей бүйрекке барады ғой. Өзі адам денесіндегі ең көп қызмет істейтін мүше бүйрек қой. Сонда қараңыз, ол пайдалы ма, зиянды ма? Зиянды. Сондай қарапайым нәрсені адам логикамен ойлап түсіну керек қой. Ал егер су тұзды болса? Тұзды болғанда былай, егер тұзды болса, Иә. бірақ тұз көп болса болмайды ғой. Иә. Тағы да. Әрқандай нәрсенің өлшемі бар. Жарайды. Бүйрекке әсер етуі мүмкін ол, жүрекке әсер етуі мүмкін. Бірақ міндетті түрде татып тұру керек. Татый ма, татымай ма деген сөз соған байланысты ғой. Міне. Сонда әрқандай нәрсенің өзінің өлшемі болады деген сөз. Тұз әйтеуір сезілу керек, сәл болса да кішкене. Өзінің өлшемі болады. Жоқ болса да болмайды. Асып кетсе де болмайды. Былайша айтқанда жаңағы ыстықтық, суықтық дегенде өзінің өлшемімен тұру керек дедік қой. Бұл да сондай нәрсе. Әрқандай нәрсе, мысалы, арақты көп ішіп алса мас болып қалады. Егер бірер не болып жаңағы денсаулыққа, қан айналдыруға керек болса, немесе тұмау тиіп қалғанда, одан да өзінің пайдасы бар ғой, әрқандай нәрсенің. Спирттер мысалы, дезинфекциялайды деген сияқты. Тұз мысалы, біріншіден ол тұз қышқыл болғандықтан еріткіш қышқыл ғой. Паразиттерді, бактерияларды өлтіретін өтірік емес. Ол қышқыл болғаннан кейін тамақты қорытуға көмектесетін өтірік емес. Ол витаминдерді адам денесінде сіңіруге көмектесетін өтірік емес мысалы да. Ол тек тұзды сен тамақтануға ғана қойыламайды ғой қазір. Ойбай, табанымнан су өтіп ауырып қалдым, құлағым шуылдап кетті, жел тиіп қалды десе, бұрынғы кісілер айтады, ойбай, қана қара тұзды қуырда бір шүпіреге орайды дағы, сол жерге басып тастайды. Бар. Көрдіңіз ғой өзіңіз. Бала кезімде солай емделетінмін. Тамақ ауырса, құлаққа жел кірсе мысалы. Ол суықталады жаңағы, көрдіңіз ғой. Сосын қазір ол тек қана осы заманға емес, мысалы, қазақ өзі шариғатпен жүрмеген халық деп айтады. Біздің аталарымыз тариқатпен жүрген дейді. Шариғат, тариқат, мағрифат, ақиқат деп бөледі. Шариғат ең төмен сатысы деп айтатын еді. Сонда адам көзбен көріп дәлелденгеннен тыс, соған дәлелдеуге, көзбен көруге мүмкін емес жағдайлар да бар ғой, мысалы. Мысалы, қазір тұзбен аластайтын өтірік емес. Иә. Тұзбен артистерді қарасаңыз, ойбай, тойға барып кет, басым ауырып, біреудің көз тілі суға болып кетті ме деп, 2 пашка тұзға суға салып, жуынып алып, рахаттанып отырмын деп айтатын да көп қой. О да бекер емес. Яғни жаман энергетиканы шайып кетеді тұз, иә? Иә. Сондықтан ол тек ғылым ғана емес, ғылымнан да үлкен нәрсе бар ғой. Ол жауап бере алмайтын. Біздің жаңағы тариқат деп отқанымыз, оның бәрі содан ғой, мысалы. Мысалы, Мәшһүр Жүсіп оқыған дәрежесі, Ахмет Яссауи бабаларымыздың, Маралишан бабаларымыздығы өмірде болған оның бәрі өтірік емес қой. Ол не хикмет. Біз соған қарай жаңағы өзіміздің дамытуымыз керек қой. Бізде өкінішке орай қазір жаңағы қарызымызды, ипотекамызды төлейік, бала шағамызды бағайық, оқытайық, нан тауып жейік деп шапқылап, мынаға бұрылуға мүмкіндік болмай бара жатыр ғой қазір. Шындығын айту керек қой. Халықтың бір жағына қарасаң, қарнымыз тоқ, көйлегіміз көк. Енді бір жағынан қарасаң, елдің бәрін уақыт жоқ шапқылап, өліп талып жұмыстан келеді деп құлайды, ұйықтайды. Басқа нәрсемен айналысуға мүмкіндігі де болмай бара жатқан. Өтірік емес қой енді. Аталарымыздың сол тұз жеп, мысалы, бала тудырып жібергені рас қой, қалай сонда? Тұз жеп дегенде олар дұрыс тамақтанып деген сөз. Мысалы, табаннан су өтпейді, бүйректері дұрыс деген сөз. Және тұз қосып, жаңа суына да, шайына да. Шай, тамақтану мәдениет дұрыс жаңағы. Шайға тұз салып ішеді, таңғы астарын тастамайды, мысалы. Кешкі жақын байқап ішеді.
әрине енді суық кездерде жылқыға малға шығатын кезде аямай тамақ ішіп алмаса, сорпасын ішпесе шыдамайды ғой. Мына арқаның суығын өзіңіз білесіз ғой. Арқаның суығына бір сорпа ішіп далаға шықпасаңыз қалтыратып жібереді. О да бекер емес. Сөйтіп өзінің денесіндегі энергиясын ұстайды. Және жылы киінгеннен кейін ол қалай? Күшті болмайды, мықты болады. Онда енді түсінікті болу үшін және біздің енді бұл хабарымыздан да пайда болсын, сол тұзды мысалы қандай мөлшерде салат, жалпы білмеймін, стақан суға салып араластыру керек па, немесе үлкен ыдысқа құйып қою керек па, оны қалай істейді? Кәдімгі шайнекке салат, оны ашты қылып салмайды, ашты болып кетсе болмайды. Кәдімгі тамақтың дәмін келтіріп татып тұрады ғой. Сөйтіп салат, шайнекті қайнатады, сүтті қосады, кәдімгі оны да қайнатады деген сияқты. Енді микробтар болуы мүмкін ғой. Мысалы сиырдың сүт дегендерде бұрынғы кездерде сиырдың етін жегім қазақтар жемейтін өтірік емес қой. Сиыр пұл болады, әйел би болады деп сол кезде айтты ғой. Енді оны айта берсек тағы да үлкен әңгіме, енді ары қарай шығара берсек. Тамақтың дәмі татып тұру керек қой. Ашты болмау керек, шықпай қалмау керек. Сөздің қысқасы. Түсінікті. Басқа? Енді кейбір жағдайлар болуы мүмкін. Мысалы тұз пайдаланбайтын, бірақ ол сирек кездеседі ғой енді. Жүрекке қатысты, бүйрекке қатысты болса. Бірақ жалпы алғанда қазақтың тұзды пайдалану мәдениеті деген ол жай мәдениет емес. Қазақтың дәм тұзың таусылмасын деген сөзінің өзі жай айтылған сөз емес. Сондықтан барлық ағайынға қазақи тамақтану мәдениетін қалыптастыру, қазақи киім кию мәдениетін қалыптастыру, қазақи өмір сүру мәдениетін қалыптастыру үшін іздену, жаңағы соған қарай бейімделуді кішкене өзімнің мақсатым, соларға жетелеуді өзімнің мақсатым санап жүрген адаммын, шын айтқанда. Осылай кете берсек не болады? Ойланып көре аламыз ба? Енді осылай кете бергенде енді бәрібір адамдар ойланады. Мен бәрін ойлаймын, бәрі жақсы болады. Енді шөп шыққан жерге шығады дейді ғой. Халық, қазақ құдайға шүкір көбейіп батыр. Бұрынғы мәдениетіне қайтып жатыр. Бұна бүгінгі сөйлесіп отырғанымыздың өзі сол біздің бұрынғы ата-бабамызға деген мәдениетімізге деген махаббатымыз ғой, шын айтқанда. Осыны тыңдаған адамдар көп осыған бір жақсы көзқараспен қарайды деп ойлаймын. Сондықтан үмітсіздеудің еш қажеті жоқ. Қазақ көбейген сайын қазақиның өзінің бұрынғы мәдениеті одан ары күшейе береді. Соған тартылады. Жақсы, түсінікті. Енді бір сұрақ болсын, соңғы сұрақ болсын. Жалпы мұны бір ұлтты жою, ұлтқа қарсы қастандық немесе жүріп жатыр деп айтуға келе ма? Шын айтқанда, егер дұрыс тамақтану мәдениетін қалыптастырмай, кейбір пропагандаларға еріп кету жағдай көп. Өтірік емес. Көп, мысалы, адамдар балалы болмай жүреді. Денеде энергия жоқ, күш жоқ. Мысалы да, дұрыс тамақтамаудан. Қызда да, ұлда да. Ұлда да. Қазір белсіздік көбейіп кетті. Бедеулік көбейіп кетті. Өйткені дұрыс тамақтанбайды, дұрыс киінбейді, табаннан сүз өтеді, бүйрек әлсіз, денеде витамин жоқ, жаңағы дұрыс тамақтанбаудан. Сосын ұрықта әлсіздік пайда болады да, жап-жас үйленіп балалы болмай жүреді көп. Сондықтан бұл өте ойландыратын мәселе. Келгеніңізге рахметімізді айтамыз. Пайдалы контент болды. Енді көрермен де бұдан бір өзіне пайдаға жарар, иә? Тым болмаса ойланса да соның өзі бізге жеткілікті. Иә. Сондықтан сізге көп-көп рахмет. Осындай елге, осындай тәсілдер арқылы халыққа пайдалы ақпараттар жеткізіп, елді ойландырып, елдің болашағы үшін бір үлес қосу сіздің де біздің де азаматтық жауапкершілігіміз. Сізге де көп рахмет. Жақсы. Құрметті көрермен, тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі көріскенше.